Саламатсыңдар ма оқушылар? Жақсы отыра қойыңыздар. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгін бізде Бауыржан Момышұлы «Ұшқан ұя» шығармасы. Үкілі Ыбырай, Ақан Сері, Мағжан, Ғабит, Сәбит сынды дара-дадана кемеңгер бабаларымыз дүниеге келген солтүстіктің тумасымын. Тарихи алтын тұғырға айналған Ыбырай Алтынсарин, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлының ата қонысына айналған Қостанай өңірінде білім алып, қасиетті Амангелді еліне келін болып түстім. Есімім Саягүл Ержігітқызы. Педагог-модератор санатындағы еңбек өтілі 2 жыл. Әнуар Боранбаев атындағы жалпы білім беретін мектебінде ұстаздық жолын бастап жатқан жап-жаңа жас маманмын. Көркем шығармаларды оқу, зерттеу, талдау менің жаныма жайлық, жүрегіме тыныштық сыйлайтын мен 5-ші сыныптан-ақ түсіндім. Өйткені балалар әдебиетімен танысып, менің атым Қожадан бастап, ауылдағы кітапханада бар барлық ертегіні оқып, әлемдік балалар әдебиетімен танысып, Том Сойердің басынан кешкендерімен аяқтап, енді жоғары сыныпқа аяқ басқанда махаббат қызық мол жылдармен жалғастырып, бәрі жыл өткен сайын қызығырақ бола түсетінін түсіндім. Жоғары оқу орнында білім алып жүріп, том-том кітаптарды ақтарып, интернетім тұрса да білмегенімді алудан жалықпадым. Ал қазақ тілі мені жинақылыққа, тәртіпке, бірізділікке үйрететін, ережелерді тап-тұйнақтай жаттап, өмірде пайдалана білу, айна қатесіз сауатты жазу, ойымды пайымды, тұшымды етіп жеткізуіме зор пайдасын тигізді. Ұстаздық жол тарыдай боп мектепке кіретін оқушыға білім, тәрбие дәнегін егіп, таудай етіп, болашақ өмірге жолдайтын шытырман оқиғалармен толассыз тәжірибеге толы даңғыл жол. Ұлы ұстаз шабыттандырады. Менің ұстаз болуға шабыттандырған ұстаздарым. Қазірде менің ұстаздарым бар. Олармен әрекеттесу, білім алу, білмегенімді білу, тәжірибе алмасу мен үшін үлкен мәртебе. Біртұтас тәрбие аясында мектебімізде даналық клубы жұмыс жасайды. Даналық клубының жетекшісі бізде жас маман Саягүл Ержігітқызы. Биылғы оқу жылынан бастап бұл кісі осы жобаны қолға алып, жұмыс жоспарын құрып, ата-ана мен оқушылармен тығыз жұмыс жасап, өзінің осы жобаны жақсы меңгергендігін көрсете білді. Еңбегің, жасаған жұмысыңның нәтижесі қашанда жетістіктермен айқындалады. Оқушылармен шығармашылық, ғылыми әдістемелік, тәрбиелік жұмыстар жүргізе отырып, әртүрлі сайыстардан жүлделі орындарды қоржыныма жинап бастадым. Әр сайыс мен үшін, оқушым үшін үлкен тәжірибе. Оны мен республикалық, облыстық сайыстардың жеңімпазы ретінде оқушы кезімнен білемін. Жеңіс пен жеңілістің дәмін сезіну, әр сайысты тәжірибе деп қабылдау мен үшін заң. Сынып оқушылары менің балаларым. Тәртіп пен талап, махаббат пен мейірімді қатар ала жүріп, оларға жетекшілік ету мен үшін ерекше сезім. Сынып жетекшіміз жайлы тек қана жақсы сөздерді ғана айтуға болады. Саягүл Ержігітқызы өте мейірімді, барлығына түсіністікпен қарайды, және де ол кісі бізге білім беріп қана қоймай, әрқашан қолдау көрсетеді. Саягүл Ержігітқызы жақсы мұғалім. Ол кісі желтоқсан айынан келгеннен бастап бірге жарыстарға, пәндік олимпиадаларға қатыстық. Оның ішінде жүлделі орындар алдық. Бұл тікелей жетекшінің арқасы деп ойлаймын. Сонымен қатар ол кісі мектебіміздегі дебат үйірмесіне де өзінің үлесін қосты. Маған ол кісінің жетекшілігінде болу ұнайды.
жасанды интеллект, әртүрлі қызықты сайыс байқаулар, қоғамдық жұмыстардың барлығы мені шабыттандырады. Ұлы ұстаз болу деген асқақ арманға итермелейді. Үлкен еңбек жолында тынбай еңбек етіп, оқушыларымды ұлы істерге шабыттандыру, жаңа заман талабына сай әмбебап ұстаз болу менің басты мақсатым.